Балаларды тоқ соққандағы алғашқы көмек қалай жасалады? Тоқ соққан жағдайда не болады? Біріншіден, электр тоғы зақымдаған жерде жиі құрысулар пайда болады. Екіншіден, тоқ соққан жерде күйік пайда болады. Үшіншіден, есінен тануы ықтимал. Төртінші, өте нашар жағдайда жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Тоқ соққан жағдайдағы алғашқы көмек қалай көрсетіледі? Есте сақтаңыз, алғашқы медициналық көмек көрсету алдында барлық тоқ тізбектерін өшіріңіз. Бұндай мүмкіндік болмаса, баланы электр тоғын өткізбейтін материалдан жасалған затпен итеріп тоқтан ажыратыңыз. Ағаш немесе сыпыртқы сынды заттарды пайдалануыңызға болады. Өзіңізді қорғау үшін сіз қалың қағаз немесе резеңке қолғап киюіңіз қажет. Барлық тоқ тізбектері өшірілгенде ғана адамға жақындап қол тигізуге болады. Тоқ өшпей тұрып баланы жалаң қолмен ұстасаңыз, өзіңізді де тоқ соғады. Баланы тоқтан ажыратқан бойда жедел жәрдем шақырыңыз. Баланың тыныс алып, жүрегі соғып тұрғанына көз жеткізіңіз. Жүрек және тыныс алуы тоқтаған жағдайда жасанды тыныс беріп көріңіз. Бала жай есін жоғалтып, бірақ тыныс алып жатса, баланы тегіс жерге жатқызыңыз. Тоқтың өту орнына анықтаңыз. Әдетте олар екеу болады. Мүмкіндігінше тездетіп, күйген жерді суытып, стерилді шүберек қойыңыз. Терезені ашып, баланы таза ауамен қамтамасыз етіңіз. Біріншіден ойланып, содан кейін әрекет етіңіз. Барлық төтенше жағдайларда сабырлық сақтап, ақылмен әрекет етіңіз. Егер сіз балаға асығыс шешім қабылдап, ойланбай көмектессеңіз, оған үлкен қауіп төнуі мүмкін. Негізгі ереже: тез ойланып, дұрыс әрекет ету.